Мен Қалдықараева Лейла Ериковна, физика пәні мұғалімі, Қарсыбай Сыпатаев атындағы номер 7 IT мектеп-лицейінде 2009 жылдың қараша айынан бастап ұстаздық қызметімді бастадым. Ұстаз жүрекке із қалдыратын ұста деген сөз. Баланың бақытын аялау, өзінің уақытын аямау ғана осы ұсталыққа жеткізетіні мәлім. Адам естіп білген арқылы ғана жетілмейді, еңбек пен іс-әрекет үстінде қалыптасады. Осы жылдар ішінде көптеген жетістіктерге қол жеткіздім. Атап айтқанда, Мирас университетін информатика мамандығы бойынша магистр оқуын бітірдім. 3-ші базалық деңгейлік курсын оқыдым. Физика пәні қалалық мұғалімдер олимпиадасына қатысып, 3-ші дәрежелі диплом алдым. Тілдік құзыреттілік, физика пәнін ағылшын тілінде оқыту курсын оқыдым. Қалалық Экспо 2017 көрмесіне оқушым Маратов Әлімжан 1-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Республикалық олимпиаданың 2-ші кезеңінде оқушым Сейіл Нұрмұхамед 2-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Дарын онлайн білім беру платформасы Кемеңгер ұстаз олимпиадасына қатысып, 2-ші дәрежелі диплом алдым. Шымкент қаласы педагогтарының кәсіби шеберлігін шыңдау мақсатында ұйымдастырылған пән олимпиадасын үздік педагогі 2020 байқауына қатысып, алғыс хат алдым. 2020 жылы педагог зерттеуші біліктілік санатын алдым. 2021 жылы декреттік демалысқа кетіп, 2023 жылдан бастап ұстаздық міндетімді атқарудамын. Ұстаз талантты болса, шәкірті талапты болады деп дана халқымыз айтқандай, шәкірт тәрбиелеуде үлкен жауапкершілік қажет. Физика пәнінде теориялық білімді практикалық тәжірибемен ұштастыра білу мұғалімнің шеберлігі деп білемін. Сабақ барысында топтық, жұптық жұмыстар, ондағы әдіс тәсілдер, оқушыларға тақырып бойынша көрсетілетін видеороликтер, зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар оқушының пәнге деген құштарлығын арттырары сөзсіз. Рефлексивті сәттер, сабаққа кері байланыс жасау әрбір ұстаздың жұмысының нәтижесі. Әрбір оқушының жазған кері байланыстары көңіліме демеу болып, ертеңгі күніме шабыт беретіндей. Сөзімді қорытындылай келе, өткенім тарих, бүгінгі күніме шүкіршілік, болашағым тәрбиелеп жатқан ұл қызым мен шәкірттерімнің қолында деп сенемін.